Есіңізде ме? Бір кездері автобустың артынан еш ойланбай жүгіретінсіз. 5-ші қабатқа демікпестен көтеріліп, саябақта сағаттар бойы серуендейтінсіз. Ал бүгінше, бірнеше баспалдақтан соң аяқта ауырлық пайда болып, бірден отыра қалуды ойлайсыз. Көп адамдар мұны жас келді не істейсің деп үкім сияқты қабылдайды. Бірақ мен дәрігер ретінде сеніммен айтамын. Аяқтағы әлсіздік бұл жастың төлемі емес. Бұл дененің күтімі мен тамақтануының тікелей нәтижесі. Бәрі біз ойлағаннан да қарапайым нәрседен. Таңғы астан басталады. Бүгін мен, Мирас Ерланұлы, аяқтағы жасқа байланысты өзгерістерді қалай тоқтатуға болатынын және денсаулықты қалай қайтаруға болатын жайлы айтып беремін. Жас ұлғайған сайын ағзада қандай өзгерістер болады? Шыны керек, табиғаттың өз заңы бар. Ең алдымен бізде саркопения процесі жүреді. Бұл бұлшықет массасының азаюы. Сүйектер тығыздығын жоғалтып, морт сынатын болады. Қан тамырлары бұрынғы серпімділігінен айырылып, қан айналымы баяулайды. Тіпті жүйке импульстарда жастық шақтағыдай жүйрік емес. Мұның бәрі неліктен? Бірінші кезекте аяққа әсер етеді. Өйткені аяқ бүкіл дене салмағын көтеріп тұрған негізгі тірегіміз. Сан мен балтыр бұлшықеттері әлсіреп, тамырлар оттегі мен қоректік заттарды тасымалдауға үлгермей жатса, денеңіз сізге белгі бере бастайды. Басты белгілері: аяқтағы ауырлықпен ісіну, түнгі бұлшықет тартылуы, яғни судороги, жүріс-тұрыстың сенімсіздігі. Осы сәтте адам қауіпті тұйық шеңберге түседі. Аяғы ауырлаған соң аз қозғала бастайды, серуеннен бас тартады, үйден сирек шығады. Қозғалыс азайған сайын бұлшықет тіпті тез солады. Ал бұлшықет соған сай қозғалу тіпті қиындай түседі. Бірақ тоқтаңыз, бұл шеңберді бұзуға болады, және бұл спортзалдан немесе қымбат дәрілерден емес, ең қарапайым нәрседен, сіздің таңғы асыңыздан басталады. Неліктен мен таңғы асқа соншалықты мән беремін? Себебі түнде ағза демалып, қалпына келгенде, таңертең ол құрылыс материалдарын қажет етеді. Егер таңғы асыңыз дұрыс болмаса, денеңіз энергияны бұлшықеттен ала бастайды. Нәтижесінде сол баяғы аяқ әлсіздігі. Бұлшықеттің солуын тоқтатып, буын мен тамырды нығайту үшін қымбат дәрілер емес, қолжетімді өнімдер көмекке келеді. Міне, сіздің ас үйіңізде болуы тиіс 3 негізгі одақтас. Бірінші, жұмыртқа. Ол бұлшықеттің құрылыс материалы. Аяқтар денеміздегі ең ірі бұлшықет топтары орналасқан аймақ. Олардың тонусын сақтау үшін сапалы ақуыз ауадай қажет. Егер ақуыз жетіспесе, бұлшықеттер жіңішкеріп, мақтадай босап кетеді. Бір жұмыртқада 6 грамм жеңіл сіңетін ақуыз бар. Оған қоса, құрамындағы Д дәрумені кальцийдің сүйекке сіңуін қамтамасыз етсе, холин мен лецитин жүйке жүйесін қолдайды. Нәтижесінде, жүйке талшықтары бұлшықетке қозғал, жиырыл, тепе-теңдікті сақта деген сигналды жылдам жеткізеді. Бұл жүріс-тұрыстың сенімді болуына көмектесіп, кездейсоқ жығылу қаупін азайтады. Екінші, жаңғақ. Ол тамырлардың қорғанышы. Бұлшықет мықты болғанымен, егер қан айналымы нашар болса, аяқта бәрібір ауырлық болады. Қан тамырлары серпімділігін жоғалтқанда ісіну, аяқтың мұздауы және түнгі тартылулар судороги мазалайды. Жаңғақтар омега-3, Е дәрумені және магнийге бай. Омега-3 қабынуды басып, тамырды иілгіш етсе, магний бұлшықеттің босаңсуына көмектесіп, спазмды алдын-алады. Күніне небәрі 3-5 тал жаңғақ жеу энергияңызды арттырып, аяқтағы ауырсынуды басады. Сонымен қатар, ми жұмысын жақсартып, қозғалыс үйлесімділігін, яғни координация арттырады. Үшінші, сүзбе, сүйек пен буынның тірегі. 50-60 жастан асқан соң, ағзада кальцийдің сіңуі қиындап, сүйектердің морттығы, остеопороз артады. Сүйек әлсіз болса, тіпті ең мықты бұлшықеттің өзі денені тік ұстап тұра алмайды. Сүзбе кальций мен казеиннің, яғни баяу сіңетін ақуыз көзі. Казеин ағзаны ұзақ уақыт бойы амин қышқылдармен қоректендіріп отырады. Аптасына 2-3 рет 100-150 грамм сүзбе жеу тірек қимыл аппаратын нығайтудың ең қарапайым әрі арзан жолы. Бұл тоңазытқышта тұрған, бірақ біз жиі мән бермейтін нағыз алтын өнім. Дұрыс тамақтану жеңістің жартысы ғана, қалған жартысы қозғалыс. Мен жиі аяқтарды ағаш тамырлармен салыстырамын. Егер тамырлар тереңге жайылып, құнарлы нәр алса, ағаш кез келген дауылда тік тұрады. Ал егер тамыр аш болса, алғашқы жеңіл желдің өзі оны құлатып түсіреді. Біз жоғарыда айтқан ақуыздар мен дәрумендер бұл бұлшықеттің қорегі. Бірақ сол қоректі діттеген жеріне жеткізу үшін сорғы насос керек. Ол сорғы сіздің қозғалысыңыз. Қозғалыс болмаса, ең пайдалы тамақтың өзі аяққа жетпей, жасушалар аш қала береді.
Үй жағдайында жасалатын ең қарапайым екі әдіс. Үш пен өкше жаттығуы. Тік тұрып, аяқтың ұшына көтеріліңіз де, қайта өкшеге ауысыңыз. Күніне бірнеше рет жасалатын осы қарапайым әдіс балтыр бұлшықеттерін оятып, вена тамырларындағы қанды жоғары айдайды. 15 минуттық серуен. Таза ауадағы қысқа серуен бұл ең тиімді әрі тегін дәрі. Ол тек бұлшықетті емес, жүректі де, өкпені де жұмыс істетеді. Есіңізде болсын, тұйық шеңберден шығу үшін тау қопарудың қажеті жоқ. Аз қозғалған сайын бұлшықет әлсірейді, ал бұлшықет әлсіреген сайын қозғалғыңыз келмейді. Бұл шеңберді бұзу үшін бүгін таңертең бір жұмыртқа жеп, 2 минут жаттығу жасаудан бастасаңыз жеткілікті. Денсаулық бұл үлкен ерлік емес. Бұл күнделікті кішкентай қадамдардың нәтижесі. Бұл бүкіл әңгіменің түйіні. Оқырманға нақты іс-қимыл жоспарын беріп, оны жігерлендіретін ең маңызды бөлім. Мәтінді жүйелеп, басты назар аударатын тұстарды қалың қаріппен белгілеп, кәсіби дәрігерлік үндеу ретінде өңдеп шықтым. Денсаулықты қалпына келтіру үшін күрделі схемалардың қажеті жоқ. Күнделікті әдетке айналдыруымыз тиіс. Практикалық жоспар мынадай. Таңертең бір жұмыртқа. Ол ақуыз бен Д дәрумені және 3-5 тал жаңғақ. Ол магний мен тамыр саулығы үшін. Аптасына 3 рет. 100-150 грамм сүзбе, сүйектің беріктігі үшін. Күнделікті. Жеткілікті су ішіңіз. Аяқтың ісінуі көбіне ағзаның сусыздануынан болады. Тұз бен қантты азайтыңыз. Тұз денені сіндірсе, қант тамырларды зақымдайды. Күніне 15 минут жаяу жүру немесе үш өкше жаттығуын жасау. Бұл әдістер өте арзан әрі қолжетімді. Бірақ бір ескеретін жайт. Бір күндік энтузиазм ештеңе шешпейді. Тек тұрақтылық қана нәтиже береді. Бірнеше аптадан соң аяғыңыздың жеңілдеп, мық баса бастағаныңызды өзіңіз-ақ байқайсыз. Егер аяқтағы әлсіздік тым тез артып жатса, тек бір аяғыңыз сыр берсе, немесе үю мен қатты ауырсыну сезімі қатар жүрсе, бұл тек тамақтану мәселесі емес болуы мүмкін. Мұндай жағдайда дәрігерге баруды кешіктірмеңіз. Біздің бүгінгі кеңестеріміз жасқа байланысты табиғи өзгерістерді баяулатуға арналған тұрақты қолдау ғана. Аяқтың мықты болуы бұл жай ғана физикалық күй емес. Бұл сіздің бостандығыңыз. Бұл үйден қорықпай шығу, немерелермен асыр салып ойнау, саяхаттау және ешкімге тәуелді болмау мүмкіндігі. Біз өткен жылдарды артқа қайтара алмаймыз, бірақ әдеттерімізді өзгерте аламыз. Ертеңгі күнді жаңаша бастаңыз. Пайдалы таңғы ас пен 2 минуттық жаттығу. Денсаулық қымбат дәрілерде емес, өзіңізге деген жүйелі қамқорлықта. Егер видео пайдалы болса, лайк басып арнаға жазылыңыз. Өзіңізді күтіміз. Келесі кездескенше.